Урман буйлап йөгөрділер, ұзынлыққа секірділер, мылтықтан оттылар. Төбән Камыда ұзған Идел бұйы кадеті 2022 спартакиадсының нәтижелері белгілі болды. Ярышлар 2 күн дәвам етті. Онда Татарстанның 5 кадет корпусынан 100 егет қатнашты. Кадетларының өз бұрышларын не дәрежеде оңышлы өтәулері хақында алдағы язмада. Құралны сөтіп жию әлеге егетлер үшін күндәлік күнікме. Ішні ұста башқару үшін бош ішләту, кул бармақлар жетізлігі керек. Орташа 6 секундқа сыйшырға болады үсмірлер. Тағында юғары нәтижелерге ерішушілер де бар. Менемінсі пневматик құралдан ату. Патронлар бір-бір артлы жіберіліп кіне тұра. Кадетлар күнігіні басқан келеш башқара, ярышлар бір үк вақытта түрлі майданшықта ұзам. Алға таба ярышлар котлоланганнан котлоланагына. Яраланган кешене тиешле урынга алып бару, урман аша узу, күнегүләр өчен кырыс шартлар тудырыла. Безнең балалар, укучылар бу спартакиадага бик яхшы әзерләнделәр, бик теләп әзерләнделәр. Алар шуның өчен янып, киеп йөрделәр. Сүз уңайыннан йөгерү буенча Татарстан командасына тиңнәр булмый. Шулай да беренчелекне Удмурт кадет корпусында тәрбияләнүчеләр алды. Җиңүчеләргә дипломнар һәм медальләр тапшырылды. Чулпан Америк, Гөлия Нигъматуллина, Рафаэль Ракипов, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама районы.